Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлвира. Сіздерге ерекше дәмді түрік бөлкесі смит рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, сәтті қытырлақ, іші жұмсақ болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керекті құралдар: ұн, жылы су, ашытқы, тұз, қант және зәйтүн майы керек болады. Дайындау әдісі: ыдысымызға жылы су, қант, тұз және ашытқы салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін бетін жауып 5-10 минутқа жылы жерге қоямыз. Ашытқымыз ашты. Енді ұнымызды 2 бөлікке бөліп илейтін боламыз. Қамырымызға зәйтүн майын қосамыз. Қамырымыз өте жұмсақ шықты. Енді орамалмен немесе ас пленкасымен бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз көтеріліп дайын болғанша сироп дайындаймыз. Ол үшін жылы суға балымызды салып араластырып аламыз. Бізге күнжіт тұқымның 2-3 данасы керек болады. Міне қамырымыз 2-3 есе көтерілді. Қамырымызды 6-7 бөлікке бөлеміз. Видеодағыдай барлығын жасап шығамыз. Он 20 минутқа көтерілуге қоямыз. Шарларымыздың әрқайсысын қолымызбен созамыз. Міне созылды. Енді бумалы пішінге келтіреміз. 2 шетін жабыстырамыз. Қамырымызды су қоспасына батырып, содан кейін күнжіт тұқымына сүңгітіп аламыз. Жиырма 30 минут бетін жауып көтерді. Алдын ала жылытылған 180 градустағы пешке саламыз. Пештен түрік смит бөлкесі пісіп шықты. Қараңыздаршы, өте әдемі, хош иісті, жұмсақ, өте нәзік шығады. Достар, міндетті түрде түрік смит бөлкесін жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен ерекше рецептпен алдағы уақытта бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап шықсаңыздар, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.